Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Көрмей жатып тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Достар, бүгін мен Tokabokaның 1.82 жаңадан шыққан версиясына обзор көрсететін боламын. Ең алдымен көрмей жатып тіркеліп лайк басамыз, ал бастаймыз. Достар, міне осындай екі түр болатын. Міне осындай новенький қала шыққан. Және бұл жерде пойыз өтіп жатыр. Фотоңдарыңыздай, бұл жер кәдімгі қала. Соған бүйтіп кез-келген үй таңдап салуға болады. Міне жаңадан шыққан үйді көрсетуін көп айтып жатыр. Міне осындай үй. Қазір салып көреміз. Бұл еще екі этаждан тұрады екен. Ең алдымен бірінші этажына барып көрейік. Міне достар, кіргенде осындай жер болды. Бұл жер лифт сияқты бұған қарағанда. Ең алдымен мына жерін көрейік. Вау! Кірмашин. Екеу қосылып кеткен кірмашин. Ал мынаның не екенін білемін. Бұл жаққа жуылған киімдерді іліп қояды, мен ойымша. Ал бұл не? Бұл сабан сияқты бірдеңке. Соның саласында кірмашинге айналдырып жібересің. Ал мына жақта дала. Лифттің ар жағына баратын болсақ, бұл жерде жаңағындай гараж сияқты, далада отыратын жер сияқты. Ал екінші этажына барып көрейік. Не достар, екінші этажына келдік. Екінші этажында күшті сияқты ғой. Мына жаққа заттар ілсек болады екен. Мына жаққа есігі ашылады. Мына жақта... Мынау жота бұзылатын, үстіне бұзылатын сияқты. Мынау пылесос ба? Жоқ, крем тазалайтын нәрсе сияқты. Мынаны не екенін бәріміз білеміз, бүйтіп шаңдарды сүртетін нәрсе. Мынау не? Бұл да пылесос. Ал мынау бізге таныш шығар, я? Үтіктейтін кезде киімді осыған жайып үтіктейтін нәрсе. Ал мынау не? Не мынау? Мынау не? Бұған қарағанда шаң сияқты. Кеттік. Вау, мына жақта есігі үйту бұлай ашылады. Қала көрініп тұр вагоннан. Мынау терезе. Бөлмелер өте көп екен. Мына жатыр. Ал енді достар, жиһаздарын көрейік. Мынаған эстетичный төсек шығыпты. Осындай екі төсек көрейік. Мынау да бүйтіп ашылады екен. Мына адам жатқызып көрейік. Так, енді міне мынаған жатты. Бұған кәдімгі баяғындай төсектегінде жатады екен. Ал мынау сол отель шықты ғой, судағы төсек сияқты, тек түр басқа екен. Жақсы. Енді кілемнен көрейік. Кілемнен мынандай. Вау, өте күшті шықты. Міне осындай 3 кілем шықты. Ал шкафтан қарайық. Шкафтан көп зат шықты ғой. Мынандай суырма және жаңағындай шкаф. Және осындай кішкентай шкаф сияқты сөрелер. Сосын ең күшті ұнады маған осы зат. Қараңыздар, міне жаңағындай бұл шкаф. Ал мынау да суырма. Ал мына жаққа киімді іліп қояды, қасына заттарды салып қояды. Ал енді картинкадан көрейік. Картинкадан мына қаланың суреті және осындай бірдеңе іліп қояды екен. Сосын осындай екі аюдың бейнесі. Потом осындай қағаздардың, яғни картинкадан 4 нәрсе шығыпты.
Жақсы, маған ұнады кәдімгідей. Сосын достар, қандай сериал түсіретінімді өзім де білмеймін. Сіздер жазып кетіңіздер, қандай сериал қалайсыздар. Ал енді сөрелерден көрейік. Сөрелерден тек біреу шықты, жоқ, үшеу шығыпты. Міне осындай ашылып жабылады есігім. Потом осындай екі әйнек сияқты сөрелер шығыпты. Ал енді тумбочкадан көрейік. Тумбочкадан 6 зат шығыпты. Міне осындай тумбочка, және осындай, осындай, және тағы үшеу қалды. Осындай 4 бұрыш, және осындай әйнек пен доңғалақ стол сияқты тумбочка. Міне енді туалеттен не шықты екен? Вау, мынаны қараң. Мынандай жуынатын душ. Міне осылай әннен қып қоясың, өзі ағады. Ағамы? Иә, ағады екен. Ал бұдан көрдік, енді туалет дейді ғой, содан қарайық. Иә, туалеттен осындай шықты. Бұл қарапайым. Иә, кішкентай екен. Жақсы, енді қол жуатыннан не шықты екен? Бұл да тоже кішкентай, қарапайым сияқты, бірақ маған ұнады. Қабырға жабысып тұратыны маған қатты ұнайды. Ал енді айнадан, вау, екеу шықты. Міне осындай айна, сосын осындай айна. Енді уборка нәрселерден жаңа көрсеткендей екі кір машина, сосын осындай шелек, және оның жуатын қабырғасы, осындай крем тазалайтын, және осындай қағаз шығып тұратын нәрсе, және одан бөлек уборка жасайтын осындай, міне осындай, 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 осындай. Көп зат шықты. Жақсы. Осы уборка нәрселерден өте көп зат шықты. Міне осындай жаңа киім іліп қоятын, және үтік дейтін тұр. Сосын осындай шаңдарды кетіретін пилесос, және электронды пилесос. Ал енді щетка, сондай нәрселерде тек бір-ақ қана зат шықты, ол осындай крем. Ал ана қабырғаларда болатын дақтар сияқты бірдеңе болады ғой. Содан мынандай шығыпты. Сосын осындай жеге жағылған нәрселер. Мынау қабырғаға. Енді қазір мұнамен тазаласақ, ол кетеді. Мынау да кетеді, мынау да кетеді екен. Ал мынау кетпейді. Мынаны көрейік. Бұл жерге кетпейді. Мынамен көрейік онда. Әне кетті. Мынамен де кетті. Енді ванна туалеттен болдық. Енді ас үйдің заттарына көшейік. Ас үйдің заттарынан енді ең маңыздысы тоңазытқыш қой. Содан екеу шығыпты. Біреуі осындай, екіншісі осындай. Қане көрейік. Міне сосын үстіңгі маратники. Ал мына осындай су, чипсы, сондай нәрселер. Достар, кухняның осындай заты болады ғой, содан бір нәрсе шығыпты, осындай бір-ақ зат, оның астында екі осындай суырма, және оның қасында екі мынандай ашылатын нәрсе бар. Және кухняның столынан үш нәрсе шығыпты, осындай үлкен стол, және осындай доңғалақ стол, және осындай кәдімгі стол шығыпты. Ал одан кейін орындықтардан осындай үш орындық шығыпты. Ал тамақтан көрейік.
тамақтан тек бір нәрсе шығыпты, ол осындай күріш па күріш па ұнтақ басында біріншіден, ал сусындардан осындай үш нәрсе шыққан екен. Ал ыдыстан көрейік. Ыдыстан біраз нәрсе шықты. Ыдыстан осы нәрселер шыққан екен. Ал гостиния бөлмеге барайық. Вау, мына жақта күшті нәрселер шықты ғой. Міне осындай үш орындық. Міне осындай отыратын диван. Қазір мен бір адам шығарып, соны істетіп көрейін. Вау, мынаны отырады. Вау, күшті еге мағынау жатыр. Осындай күлгін диван. Содан кейін осындай отыратын нәрселер, осындай үшеу. Енді осындай күлгін ба, қызғылт па отыратын диван, кішігірім, ал мынау енді ақ диван. Ал светильниктерден көрсек, осындай свет, немесе үлкен свет шықты. Одан кейін осындай далаға қоятын свет. Тағы да шыққандар бар екен. Осындай свет, осындай қабырғаға жапсырылып тұратын нәрселер. Осындай светтер шыққан екен. Енді осындай көлдерден бес нәрсе шықты. Ал мысық, иттердің нәрселерден шықпаған. Ал мына глобус тұр ғой, содан осындай екі зат шығыпты. Анандай шардан әлі ештеңе шықпаған. Және осындай заттан да ештеңе шықпаған. Ал теледидардан төрт нәрсе шығыпты. Мына үшеуі дискі. Ал мынау ондай проектор сияқты нәрсе. Бұны бір дисканы салғанда, не осыны салайын. Не салмай еді? Не қазір болады. Не осындай нәрсе қосылады екен. Ал одан кейін радиодан оны ештеңе шықпаған. Ал ана тігін машина тұрған затта бар. Және ештеңе шықпаған. Ал қағаздардан да ештеңе шықпаған. Ойыншықтан да ештеңе шықпаған. Ал ойнайтындардан да ештеңе шықпаған. Ал ағаштардан ештеңе шықпаған. Бұдан да ештеңе шықпаған. Бір нәрсе шықты бұдан, далада қоятын свет. Ал даладағы гүлдерден де ештеңе шықпаған. Ал обойлардан көрейік. Обойлардан бесеуі шығыпты. Ал мына обойда тек емес, төртеуі шығыпты. Ал достар, біздің обзорымыз аяқталды. Ұнаса лайк басамыз. Сау болыңыздар.